Ассаламу алейкум. Бүгін біз сіздерменен біргелікте алдын ала жайластырылған мақалаларымызды сұлуырақ көріністерге келтіру үшін инфобоксларды жайластыруды үйренеміз. Бұның үшін болса, деректі редакторлау түймесіне басамыз. Бұл жерде демек біз кіргізген мағлұматтың дәслепкі мағлұматларынан соң, яғни бірінші абзацынан кейін инфобоксты жайластыруымыз керек болады. Инфобокс деген не нәрсе, ол қандай көріністе болады? Бәлкі сізде бұл хақында түсінік болмауы мүмкін. Соның үшін болса, бұл нәрсенің не екенлігін қазір сізбенен біргелікте көріп шығамыз. Демек, Ибраим Юсупов хақындағы мақалаға кіреміз. Міне оң тарепте Ибраим Юсуповтың суреті, аты, туылған, қайтыс болған уақытлары, миллеті, сыйлықтары келтірілген. Бұл мағлұматларды қысқаша формада біз инфобокс деп атаймыз. Енді Мұратбай Нызанов үшін де осындай инфобоксты жаратуымыз керек болады. Бұның үшін мына жерде жоғарыда келтірілген Ибраим Юсуп хақындағы мақаланың деректі редакторлау бөлімінен бұл мағлұматларды біз өзімізге сақлап алсақ болады. Демек, бұны Мұратбай Нызанов хақындағы мақаланың жоғарғы бөліміне жайластырамыз. Ибраим Юсупов сөздері қолданылған жерлерді біз Мұратбай Нызанов атамасына өзгертіп шығуымыз керек болады. Бұл image бөлімінен болса, Мұратбай Нызановтың суретін, жоғарыда түсірген суретімізді инфобокстың үстіне жайластырсақ, ол және де сұлуырақ формада болады. Демек, жоғарыда оның сыйлықтары келтірілген, оны awards бөліміне кіргізіп өтуіміз керек. Демек, мағлұматларымыз кіргізілген болса, бұны көріп шығу түймесі арқылы қай тәрізде сақланатұғылығын алдын ала көріп алсақ болады. Демек, міне Мұратбай Нызанов хақындағы аты, туылған жылы, миллеті сыйлықтары бөлімі жайластырылды. Бұл инфобокс бізге мақұл болатұғын болса, мағлұматларды өзгерістерді жариялаймыз, мағлұматларды қайта сақлаймыз. Және осыған ұқсас басқа да инфобокслар бар. Бұларды болса, сіз жәмиет порталы бөлімінен табуыңызға болады. Диққатларыңыз үшін рахмет.